Заморский туман и сильный ветер ждут казахстанцев 1 день октября. В начале периода большая часть территории Казахстана все еще будет под влиянием глубины уходящего циклона, за исключением западных регионов. Запад уже под властью северо-западного антициклона, который смещается из районов Москвы. На севере, северо-западе, востоке, центре и горных районах юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега, которые будут сопровождаться гололедными явлениями. В ночные и утренние часы ожидается туман. С 1 октября по мере смещения холодного северо-западного антициклона с запада на восток ожидается прекращение осадков и дальнейшее понижение температуры воздуха. Ночью на севере, востоке и центре. Ночью на севере, востоке и в центре до 1-6 градусов мороза, днем до 2-7 тепла. Тоқтаровтың жеке кітапханасы. Ертіс баян өңірінен шығып қазақ әдебиетінің проза жанрында өзінің қолтаңбасын қалдырған қаламгердің бірі Рамазан Тоқтаров. Шолтағмахмұт Торайғыров атындағы облыстық әмбебап кітапханасында қаламгердің жеке кітапханасы ашылып, оған жазушының шаңырағындағы кітапханасында сақталған 100-ге жуық әдеби кітап әкеліп қойылды. Оның ішінде Әзілхан Нұршайықов, Софы Сматаев, Жұбан Молдағалиев, Бекмұрат Уахатов сынды қазақ жазушыларының жерлесімізге арнап жазған ақ тілектері мен қолтаңбалары қойылған кітаптар бар. Рамазан Тоқтаров қазақ руханиятында ерекше орны бар жазушы. Ол қазақ әдебиетінде ең көп роман жазған қаламгердің бірі. Атап айтқанда, Мақат, Ертіс мұхитқа құяды, Тұлпардың сыны, Жердің үлгісі, Ғасыр наны, Сусамыр, Таңбалы жарғақтың құпиясы, Жендет, Бақытты құлдықтың ақыры, Абайдың жұмбағы секілді романдары өз заманына кең таралып оқылды.